қазір енді жеке кабинетке қалай кіреміз, жеке кабинетке кіргеннен кейін артымызда тіркелген адамдарды қалай көреміз, сол туралы түсіндіріп өткім келеді. Барлық тіркелушіге міндетті түрде сайтқа кіретін ссылка жіберіледі. Осы ссылкаға барамыз. Міне, бардық. Мына жақта, сол жақта 3 сызықша тұрады. Сол сызықшаға басамыз. Войти дегенді басамыз. Войти дегенді бастық. Өзіңіздің клубничный номеріңізді, пароліңізді жазып, кіресіз войти деп. Міне, кірдік. Так, кіргеннен кейін мына жерде кіргеннен кейін міне 3 сызықша бар. Осы жерге өзіңіздің жаңағы жеке кабинетіңіз тұрады, аты жөніңізбен. Соған барасыз. Барғаннан кейін личный кабинет деген бар, мына жерде. Личный кабинет барасыз. Одан кейін тағы да 3 сызықшаға барып, моя структура дегенді басып қарайсыз. Сосын жерде отчет по структура деген бар, соны басып қарайсыз. Міне, артыңызда тіркелген адамдардың барлығы осылай көрініп тұрады сіздерге дейтін. Менде қаншама команда бар, сіздерге де осылай өздеріңіз командаларыңыз осылай көрініп тұрады. Осылай қарай бересіздер. Енді мына жерде тіркелгеніне қанша күн болғандығы туралы жалпы дейтін. Мына К дегендер, оны К, солардың барлығы солай көрсетіліп тұрады. Мына жерде 15 деп тұрған бар ғой, мыналар. Міне, 15 деп тұрған, олар балдар ЛТО деген ема. Жалпы төменгі жақта инструкциясын барлығы жазылып тұр. Төменгі жағын түскен кезде қазір көрсетіп өтем, міне. Осы инструкция арқылы қарап барлығымен танысып алсаңыздар болады, түгел дейтін. Мынау мысалға, мындай бұл число дейтін, яғни балсыз тұрған число, Одан кейін мына S дегеніміз, ол статус дегенді білдіреді, Сосын потребитель ма, бизнес потребитель ма, соның барлығы көрсетіледі. Так, сосын біздің компанияға келгенде әрбір новичок бірден бизнеске қосылмаса, яғни заказын ұйымдастырмаса, мына номер, яғни заблокирован деп көрсетіліп тұрады, міне. BL деп тұратын болса, мындай BL деп тұратын болса, номер заблокирован. Яғни ол енді осы компания жұмыс жасай алмайды деген сөзді білдіреді. Сондықтан әрбір келген тіркелуші міндетті түрде өзінің бизнесіңізге активация жасауларыңыз керек. Себебі біздер сіздерге команда құруға көмектесеміз, біздер сіздер жетістікке жеткендеріңізді қалаймыз. Бұл жерде командалық жұмыс болғандықтан тезірек сіздер доходқа шығасыздар. Так, содан кейін ары қарата сіздерге барлығы түсінікті. Енді жоғарыға шығайын. Міне, мына жерде шығып кетейін былайынан. Қазір міне. Мына жерде, мысалға, мен жеке кабинетке кірдім, кіргеннен кейін мына жерде мысалы менің зарплатам тұр, міне. Мына менің зарплатам, қараңыздар, міне. Осындай үйде отырып кім зарплата алғысы келеді. Бәрі үйде отырып осындай табыс тапқысы келеді. Бұндай зарплат дейтін біреудің 3 айда жасайтын, біреудің 1 айда қаншама 8 сағат, 12 сағат уақытын арнап жасайтын табыс. Біз бұны үйде отырып жасап табыстап отырмыз, Өте керемет вообще дейтін. Сосын, так, мына жерде бетіп кірген кезде, міне, қазір көрсетейін. Бетіп кірген кезде, мына жерде уже нелерін шығып тұрады. Звания, қандай звания тұрғаны барлығы шығып тұрады. Міне, қараңыздар. Менде мына жерде уже шығып тұр, міне, директор статусы, яғни маған бұйыртса, директорский значогым келеді, міне, көрдіңіздер ғой. Одан кейін уже серебряный директор менде открыты, серебряный директор значок келеді одан кейін. Өте керемет, бұл барлығын компания жасап қойған, барлығын көрсетіп қойған. Так, не түсіндірем деп отыр едім. Қалған уже сайтқа кіргеннен кейін заказ алу барлығын сізге видеороликпен көрсеттім. Оны сіз соны неден қарап аласыз жақсы ма, видеороликтен қарап аласыз жақсы ма. Сондықтан компания келгеннен кейін міндетті түрде астында тіркеліп тұрған адамдармен танысып, жұмысыңызды бірден бастап кеткеніңіз өзіңізге жақсы. Командаңыз өсе берсін, сізге сәттілік.